Қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі жырау жыршы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойына орай «Жамбыл менің жай атым, халық менің шын атым» атты әдеби портрет жауынгер жыршының өмір жолына арналады. Тапқан ақын Жамбыл, дүниеге түгел кеткен ақын Жамбыл, тілекке көп аңсаған бүгін жеттің, далада жасасаң да ғасыр Жамбыл. Халық үшін төрге төсеп төсек етер, ағарған сақалы мен шашы Жамбыл, көтерген көкке төбе тірелгенше, еді көпшілікке басын Жамбыл. Бүйік ұстар қазағымның намысын, тарлан едің тым ерекше шабысын, көк байрақтай көтереміз биікке, жаралған жан қазағымның бағышын. Ақын едің өлең жазар жүректен, кезіңіз жоқ көңілді бір жүдеткен, 8 қырлы азаматсыз дарынды, ұлы жүздің екі руын түлеткен. Дәріптеген қазақ атты ұлтыңды, тұнған тарих еңбегіңіз бұл күнгі, біздер оқып ғибрат алып жатырмыз, көрұғылы мен өтеген батыр жырыңды. Жұмыр жерге атың мәлім Жамбылым, дарындата біздер гүлге әрісің, сіздегі бар қасиеттер ерекше, кейін қалған ұрпақтарға дарысын. Заманында 20 ғасырдың Гомері деген атаққа ие болып, халқының айрықша мақтанышы мен құрметіне бөленген ұлы ақынымыз Жамбылдың туғанына 175 жыл толуының тойлануы ақынның ұрпақтары біздер үшін әрі қуаныш, әрі мақтаныш. Олай дейтініміз, ұлтымыздың тарихында 100 жасқа келген қарттарымыз болған шығар, әлі де болса бола береді. Бірақ соншама жасқа келіп, сол ғұмыры ішінде туған халқына өзінің тамаша жырларын сыйға тарта білген ақындарымыз кемде-кем. Халық поэзиясының алып атанған Жамбылдың есімі дүние жүзі халықтарына кеңінен мәлім. Жамбыл медресе мектептің есігін ашып, қолына қалам ұстап, жазу сызуды білмесе де, жастайынан домбыра тартып, жыр жаттады. Қазақ халқының сөз өнерін үйренді. Кейін ақындығымен елге әйгілі жыршы атанды. Ол көрұғылы, мұңлық-зарлық, шахнама, қыз жібек сияқты үлкен дастандарды бірнеше апта бойы жырлаған. Жамбылдың есімі Қазақстанның бір облысына, бірнеше ауданға, бір қатар елді мекендерге, оқу орындарына, өнер ордаларына, мекемелерге берілді.